Армысыздар, құрметті достар, бүгін сіздермен ипотекалық дәрігер Рүстем. Бүгінгі тақырып алғашқы нарық, яғни первичный рынок дейміз, екінші нарық, яғни вторичный рынок дейміз, солардың айырмашылықтары, артықшылықтары және кемшіліктері жайында болмақ. Дәл осы видео сізге маңызды болса, видеоның соңына дейін көріңіздер, лайктарыңызды аямаңыздар, менің каналыма міндетті түрде жазылыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Сонымен достар, тақырыпты бастаймыз. Жаңа үй және қолданыстағы үй. Жекпе-жек. Құрметті достар, көп азаматтар осыны шатастырып жатады. Первичный рынок десең, ол кісілер кейбір азаматтар ойлайды. Яғни ол жаңа 2020-да, 2019-да салынған жаңа үй, ішінде жаңа ремонт болса, соны первичный рынок деп ойлайды. Құрметті достар, первичный рынок дегеніміз, яғни қандай да бір юридический лицо, яғни строительный компания, ол құрылыс компаниясы, жаңағындай, ол ИП болуы мүмкін, ол ТО болуы мүмкін, ол АО болуы мүмкін, ол солардың сатып атқан үйі, ешқандай жеке тұлға тұрмаған бірінші жаңа строительный компания сатып атқан үйді первичный рынок деп аталады. Яғни шаңырақ 7-20-25 бағдарламасы бойынша алуға болады. Жаңағы нұрлы жерде де ол первичный рынок болып саналады. Яғни сіз, мен, жеке тұлға, кәдімгі физлицо барамыз да қандай да бір юридический компаниядан, юрлицодан жаңағы үйді сатып аламыз. Баспана болсын, пәтер болсын, жер үй болсын деген сияқты. Яғни қандай да бір лицензиясы бар строительный компаниядан сатып алатын үйді первичный рынок деп аталады. Сонымен алғашқы нарықтағы үйдің, жаңа үйдің артықшылықтары. Ең бірінші, әрине, жаңа инженерлік коммуникация. Барлық трубалар, сантехника, свет, барлығы жаңа. Бірақ бұл жаңаның да басқа бір жағы бар, оны кейінірек айтып беремін. Екінші артықшылығы заманауи лифт. Яғни ескі үйдің лифттеріне барсаңыз, бүйтіп кетіп барса, тоқтап қаласыз ғой. Ондай мәселе жоқ бұл жерде. Бұл жерде кәдімгідей заманауи лифт. Үшінші, кең кіреберіс. Подъездері кең болады, кіреберісі әрленген, күшті, прямо картинкалар іліп тастайды, прямо үйге кірген кезде ана жерде, жаңа полдарында кафельдер жылтырап, прямо кіреберістерін күшті жасайды. Ары қаратай, үйдің сыртқы көрінісі. Астана қаласында прямо бір шетелде жүргенде жүрсің, левый берікте барлығы әйнектен жасалған, әрленген, үйдің фасады, отделкасы прямо керемет жасайды. Первичный рыноктың артықшылығы. Көзге әдемі көрінеді. Онан кейін қауіпсіз двор. Балалар үшін қазіргі таңда қателеспесем 2014-тен бастап пандусный дворлар жасай бастады. Яғни двор без машины деп атады ғой. Машина кіре алмайды. Кейбір үйлердің жаңа қоршауы бар, ограждение жасап тастаған. Балалар шығып кетпейді, дворға бір бөтен машиналар кірмейді, спецтехникадан басқа да. Ары қаратай, ремонт жасау мүмкіндігі. Сізге черновой отделкамен беріледі. Кейбір строительный компания сіздің тапсырысыңызбен чистовой отделкада жасап береді. Өзіңіздің қалауыңызбен де ол үйге ремонт жасап алсаңыз болады. Өзіңіздің қалауыңызбен обой, жаңағы жидкий обой дейсіз ба, линолеум или паркет или ламинат, өзіңіз білесіз. Бәрі дайын тұрады, келесі де ремонтыңызды жасайсыз өз қалауыңызбен. Ары қаратай, паркинг. Астана қаласында паркинг міндетті түрде керек. Минус 40 градус кезінде машинаңыз жаңағы 4-5 немесе 0 градус паркингте тұрса, керемет. Барлығы паркинг іздейді. Яғни үйдің астында паркинг болады міндетті түрде. Сонан кейін құрылыс кезіндегі үйдің бағасы арзан. Яғни ФГЖС, гарантиясы бар, КЖК гарантиясымен үй алған кезде олар анағұрлым арзанға түседі, достар. Сонымен кемшіліктері. Қолданған құрылыс материалдары кейде сапасы сын көтермей жатады. Яғни кейбір құрылыс компаниясы үйді жылдан бітіреміз дейді, арзан материалдар, арзан дүниелер қолданады да, үйді жылдан бітіреді. Әрине белгілі бір уақыт ол әдемі болып көрініп тұрады, онан кейін тоз-тозы шығады. Қандай бір дауыл, қандай бір жел соқса, қатты бір жаңбыр жауса, түседі, сынады, быт-шыт болып жатады. Ондайлар бар. Бітпейтін жөндеу жұмыстары. Сіз пысықсынып жылдам елден бұрын үйдің жұмысын бітіріп аласыз. Онан кейін көршілеріңіз бастайды, астыңғы этаж, үстіңгі этаж, дар, гүр, ұйқы жоқ, маза жоқ, жөндеу жұмыстары. Құрылыс қалдықтары, мусор. Кейбір жаңағы құрылысшылар, жалдамалы жұмыскерлер, өзінің жауапкершілігі жоқ, подъезге лақтыра салады, ананы тастай салады, бұрышқа қоя салады, құрылыс материалдары. Үйде кейде свет, су өшіп жатады, кемшіліктері.
құрылыс жұмысына байланысты. Яғни сіздің үйіңіз жаңадан тұрғызылса, оның қасында бір жаңадан үй тұрғызылып жатса, яғни апталап су жоқ болып қалатын кездер болады. Онан кейін ең бір кемшілігі, құрметті достар, осадка. Яғни үйді салғаннан кейін ол 2 немесе 5 жыл осадка болады. Үй отырады. Яғни биік үй түк отырады. Яғни сіздің обойыңыз, сіздің жасаған сіздегі ремонтыңыз жарылады, сырылады, түседі деген сияқты. Міндетті түрде ол жаңағы құрылыс жасаған кезде проектісінде ол бар. Осадка міндетті түрде кез келген үй береді. Даже өзіңіз жер үй салсаңыз да ол осадка болады. Отырады міндетті түрде. Онан кейін әлсіз инфраструктура. Инфраструктура дегеніміз жаңағы автобус жоқ, аялдама алыста деген сияқты. Кішкене ол жағынан әлсіздеу. Ол да кемшілік болып саналады. Онан кейін ең бір қазіргі таңдағы үлкен бір кемшілігі құрылыс бітпей қалуы мүмкін. Қандай да бір строительный компания дольщиктерге саламыз, арзан баға дейді. Ақшаны қалтаға басады, Дубай қайдасың? Самолетпен ұшып қашып кетеді. Біздің Қазақстандағы жағдайлар болып жатқан. Құрылыс компаниясы жоқ, бітті, банкрот, дольщиктер қайдасың, айғай-шу, өте бір келеңсіз жаман жағдай. Осындай болып жатады. Тіпті ол жерде мемлекеттің гарантиясы болса да, мысалы, бітпей қалатын құрылыс компаниялары бар, бітпей қалған үйлер бар. Міне, көрдіңіз ба? Артықшылығы мен кемшіліктері жаңа үйдің. Енді екінші нарықта, қолданыстағы үйге кетейік. Артықшылығы қандай? Бірден дайын үйге кіре саласыз. Вторичкадан таптыңыз, 2020, 2019, 2018 жылғы үйді таптыңыз, ремонты көңілден шығады, яғни қандай да бір белгілі уақыт үйге тұра беруге болады. Ремонт жасаудың қажеті жоқ. Тіпті қазіргі таңда тренд дейма, қалай дейді, бренд дейма, мебельмен үйді сатып жүреді. Мебель алудың қажеті жоқ. Жаңа холодильник, стиральная машина деген сияқты, кухня, гарнитур, олар бәрі ілініп тұрады, оны ешкім алып кетпейді. Ары қаратай өзіңізге керекті жаңағы стол, кровать, соны аласыз, гигиенический жаңа. Онан кейін төмен комуслуга. Мына алғашқы нарыққа қараған кезде вторичка рыноктың комуслугасы төмендеу болады. Ол ескеріңіздер. Онан кейін дамыған инфраструктура, остановкалар бар. Жан-жағында жаңа автобустар жүріп жатыр. Яғни обжитый район, магазин, аптека, школ барлығы сол районда болады уже. Ол үйі біткен, қолданыстағы екінші нарықтағы үйдің артықшылықтары мынау. Кемшілігі қандай, достар? Үйдің жасы, әрине ескі үй болады. Келбеті ескі болып көрінеді, сыртындағы фасады ескі уже. Уақыт төгіліп, бәрі тозады, бәріміз де қартаямыз. Сондай. Ол енді бір аса бір қатты кемшілікке мен жатқыза көрмеймін оны. Кемшілігі ес кемшілік. Қауіпті двор. Кейбір үйлерде қазір 2001-ге дейін, наверное, да, или 2010-ға дейін да дворлары ашық двормен салынады. Яғни парковка, машина кіреді, кейбір анда алаңғасарлар бар, машинаны дворда басып айдайтындар бар ғой. Сондайлар бар. Сол үшін бала үшін қауіпті двор. Екінші, конструкциясы, жаңа үйдің коммуникациясы ескіреді уақыт өте келе. Сантехникасы, электрика, кей жерден су ағады, кей жерден свет атқылайды, кей жерден тол ұрып жатады деген сияқты, замыкание деген сияқты әрине ескіреді. Онан кейінгі жоғарғы баға. Екінші нарық пен бірінші нарықты салыстырғанда қазіргі таңда үйдің бағасы жоғары. Екінші нарық баға көтерілді, кетті аспанға, қазір Марсқа баратын шығар уже. Міне достар, бүгінгі тақырып осы. Кішігірім первичный рынок, вторичный рынок. Таңдау өздеріңізде. Қай рыноктан үй алам десеңіздер де абай болыңыздар, сақ болыңыздар, бәрін тексеріп барып бірақ алыңыздар. Видео ұнаса лайктарыңызды басыңыздар, каналға жазыла кетіңіздер. Сау, саламат болыңыздар.